орыс графикасына негізделген қазақ жазуы. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлімнен алынған ақпараттардан жинақты мәтін жазу. Оқушылар, сабағымызды қазақ жазуының тарихына шолу жасаудан бастайық. Мына жылдар, осы атаулы жылдарға назар аударып, есімізге түсіріп көрейік. 1910 жыл. Қанекей, қойыңыз. 1910 жылы Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуын қазақ тіліне айналыстыруды қолға алды. Жақсы. Қазір айтқан тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыздар. Араб жазуын қазақ тіліне ыңғайластырып жақындатуды Ахмет Байтұрсынов қолға алған болатын. Келесі 1912 жыл. 1912 жылы араб жазу қолданысқа енгізілді. Жақсы, тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыз. Келесі жылды көреміз. 1920 жыл. Армысқан айта қойыңыз. 1920 жылы араб қарпін бастап латынға көшу деген мәселе қолданыс күн тәртібіне қойылды. Жақсы, тексеріп көреміз. Дұрыс айтасыз. Бұл мәселе күн тәртібіне қойылған болатын. Келесі бізде 1924 жыл. Анел айта қой. 1924 жылы өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде Ахмет Байтұрсынұлы бір қазақтың әліпби жүйесін екінші бір қазақ қолданысқа алғанда оны өз тіліне икемдеп үйлестіруді қажеттілігін, ал олай болмаса бұл мәселе шешімін таппайтындығын айтты. Бәріміздің есімізде болады. Дәл солай әріп мәселесінің дұрыс шешім таппайтынын айтқан Ахмет Байтұрсынов еді. Жақсы, келесі 1927 жыл. Нұртас айта қойыңыз. 1927 жылы 19 қарашада жаңа қазақ әліпби комитеті құрылды. 1940 жыл. Ал Асылхан айта қойыңыз. 1940 жылдарға қарай ешқандай талға салмастан үкімет қаулысымен латын жазуы кириллица жазуына көшірілді. Алдын тексеріп көрейік. 1940 жылы ешқандай талқыға салынбастан үкімет қаулысымен кириллицаға ауыстырылды. Оқушылар, осы атаулар барысында сіздер ұлы ғалымдың бейнесін көрдіңіздер. Ол әрине кім? Байтұрсынов. Олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Қазір сіздерде орыс графикасына негізделген қазақ жазуы деген мәтін бар. Ол мәтінмен оқушылар бірлесе отырып тыңдаймыз. Осы мәтінде айтылған негізгі ойды анықтай отырып, топпен жұмыс жүргіземіз. Олай болса, бастайық. Бізде сіздерге арнайы таяқшалар берілген, сондағы саны арқылы сол оқушылар оқиды, қалғанымыз мұқият тыңдаймыз. Бастайық, Нұрғали. Сараптаусыз, дау-дамайсыз 1940 жылы мемлекеттік тілдік саясаттың және мемлекеттік тәртіптік күштердің ықпалымен латынша қазақ жазуы кирилл әліпбиіне көшірілді. Сөйтіп, қазақ жазуы тарихында Ахмет Байтұрсынұлының зор еңбегімен алғаш рет құрастырылған қазақтың арабша төл әліпбиі де соның дыбыстық жүйесіне негізделіп дайындалып, 10 шақты жыл қолданысқа болған латынша қазақ әліпбиі де жойылды. Қазіргі қолданыстағы кирилл қазақ әліпбиі де кеңестік коммунистік жүйенің тілдік саясаттың ықпалымен құрастырылған еді. Ол оны қазақ тілінде жоқ орыс әріптерімен толықтырды. Бұл өз кезегінде қазақ тілінің бүтін болмысына, табиғи заңдылығына жат ережелерді кіргізіп, жазу емлесін өзгертіп, оны күрделендіріп жіберуге әкелді. Сондықтан қазақ тілі емле сөздіктері бірнеше рет қайта өңделіп отырды.
Дыбыстық жүйесі бір-біріне мүлде ұқсамайтын, грамматикалық құрылымы сәйкес келмейтін тілдерге қазақ-орыс орта ереже шығару әрекеті емле ережелерін ескертулерге толтырып жіберді. Бұл қиындықтан шығудың жолын көрсетпек болып, кеңестік саясаттың қысымымен қазақ ғалымдары арнайы ғылыми еңбектер дайындады. Бірақ ондай ғалымдармен келіспеушілер де болды. Көрнекті ғалым Мырзабеков қазақ тілі дыбыстық жүйесінің үндестік заңын сақтау қажеттілігін дәлелдеп, ұзақ жылдар бойы тынбай еңбектенді. Ал қазақ тілі дыбыстық жүйесінің теріс бағытта зерттеліп жүргенін алғаш рет Жүнісбеков көрсеткен еді. Қылудың бір ғана жолы бар. Ол әліпби ауыстыру екені даусыз. Әліпби ауыстыруды белгілі бір елдің тіліне не жазуына деген қарсылық деп түсінбей, қазақ тілінің жазуына реформа жасау деп бағалау керек. Ол қазақ тілі жазуын жетілдіруге бағытталған келелі іс. Сол себептен оның күрделі де маңызды мәселелері жеткілікті. Соның бірі қолданыста болып келе жатқан өзге тілді қоғамдық саяси сөздерді жаңа әліпбимен таңбалау мәселесі болып табылады. Міне оқушылар, біз орыс графикасына негізделген қазақ жазуы деген мақаламен танысып шықтық. Енді осы мақаланы талдау үшін біз топтық жұмысымызды бастаймыз. Қазір әр топқа арнайы таратылған парақшалар арқылы сіздер осы мақаладағы орыс графикасының тиімді, тиімсіз жақтарын атап көрсетесіздер. Оны толықтан емес, бір-екі сөйлем сөз. қадамды тыңдап алайық. Қазір бір-бірлеріңізге кері байланыс жасайсыздар. Бірінші топ екінші топқа, екінші топ үшінші топқа, ал үшінші топ бірінші топқа шапалақ соғылғанда екінші қадам жүргізіледі. Осы тапсырма орындап болғаннан кейін әр топ өзінің тобына келіп, сол сіздерге жасалған кері байланысты талдау жасап, сол жұмыстарыңызды қорғауға дайындаласыздар. Қазір топ бір-біріңізге кері байланыс жасамас бұрын өз араларыңызда бір спикерді тағайындап кетіңіздер. Сол жұмыстарыңызды таныстыратын. Жақсы. Олай болса бірінші топ, қане ауысамыз, екінші топ, үшінші топқа барамыз.
әліпбиді ауыстыру. Оқушылар қосатындарыңыз болса, өз талаптарыңызбен қосып кетеміз. Келесі адам. Келесі топты қараймыз. Алғашқы арабша сөйлеуге ұқсас қазақ латынша әліпбиі жаралды және де тілбұлар ықпалдың бір ғана жолы әліпбиді ауыстыру. Ал немесе ешқандай таңдау сараптаусыз қазақ жазуы кері әліпбиіне көшірді және дыбыс саны көбейді және де кірме сөздер көбейіп кетті. Емле ережелер күшейтілді. Бізде қосатынымыз бар немесе бірінші топпен келісемін деп айта аламын. Келісесіздер ме, қосасыздар ма? Мен біз этот ұстармын. Қосатын бар ма? Жоқ, олар өздерінің айтады, сөзін айтады. Бірінші және екінші топқа сендерге Енді топтың спикері ортаға шыға қойсын. Спикерлері топ жұмысын құрауға бастайық. Екі оқушы қондаса екеуін қалулар болады. Бірінші топ бастасын. бірінші орыс графикасының жаман жақтарын айта кетсек, ол орыс графикасы еш талдау сараптаусыз қазақ әліпбиіне көшірілді. Және кириллица қазақ тілінің заңдылығына жат ережелер кіргізді. Кириллица қазақ тілінің дыбыс санын көбейтіп, және үндестігі жоқ, мүлдем ұйқаспайтын кірме сөздерді кіргізді. Ал енді жақсы жақтарын айтатын болсақ, кирилл әліпбиінің жақсы жақтары өте аз. Біз осы мақаланың орыс графикалық жақсы жақтарын байқай алмадық. Ал енді басқа топтармен жұмыс жасағанда бізге пікірлер айтылмады. Жақсы, тамаша. Бірінші топ, екінші топты тыңдайық. Біз бірінші топтың айтқанымен келісеміз, және де оларға қоса кететін болсақ, яғни осы орыс графикасының тиімсіз жақтарынан біз тілбұзар ықпалы туындады және де дыбыс саны көбейген болатын, яғни орыс графикасына қазақ дыбыс сандары көбейді. Және де емле ережелері күрделенген болатын. Жақсы жақтарын айтқанда, тілбұзар ықпалдан құрудың бір ғана жолы болды. Және осы мақаладан орыс графикасының тиімді жағы осы ғана болды. Жақсы, мақаладан байқағандарыңыз. Келесі үшінші топ. Біз жаман жағын айтатын болсақ, басқа топтармен келісеміз. Бізде де жаңағындай тура сол ой. Бірақ жақсы жағына келетін болсақ, Ахмет Байтұрсынұлының алғашқы арабша төл әліпбиіне ұқсас қазақ латын әліпбиінде жойылған болатын және де тілбұзар ықпалдан бір ғана жолы әліпбиді ауыстыру болатын. Бізге басқа топтардың жұмыс жасағанда бізге басқа ой қосылмады. Пікірлер қосылмады. Жақсы. Олай болса, барлықтарыңыздың ойларыңыз үш топтың жұмысы, осы мақала бойынша талқылаған кезде негізгі ойды ашатын, негізгі сөйлемдерді, сөз тіркестерін орналастырған сияқтысыздар. Қосымша пікірлер болмады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Оқушылар енді осы топтың жұмысымызды бағалап жүрейік. Бірінші топ екінші топқа, екінші топ үшінші топқа, үшінші топ бірінші топқа. Қалай жұмыс жасады? Сіздер барын жұмысын қарадыңыздар және қорғалым көрдіңіздер. Егер өте жақсы болса, баспырмақ, жақсы болса, күлеміз. Ал орташа болса, ойланамыз. Ал қанеки, бірінші топ, екінші топқа. Менің ойымша, екінші топ бүгін өте жақсы жұмыс жасады. Себебі олар орыс графикасының қазақ жазуына кіргізу туралы мәтінді толықтай түсінді деп ойлаймын. Және олардың жұмысы өте жоғары бағаланады.
Түсінікті? Басқа бәрімізді көрсетіп қойыңыз, тамаша. Екінші топ. Қазына, қандай сіздерге? Үшінші топ өте жақсы бүгін белсенді болды. Яғни осы топтық жұмыста олар ең бірінші айта кететін болсақ, тиімді жақтарын, орыс графикасының тиімді жақтарын тауып, бізге өз пікірлерін қосқан болды. Түсінікті? Өткен жақтың арасында келесі? Бірінші топ өте жақсы жауап берді, және біз олардың топтық жұмыстары жақсы болды. Біз олардан жұмыстармен келісеміз. Өте жақсы. Өте жақсы. Сіздерге де жарайсыздар деген бас форматта көрсетіп отыр. Олай болса оқушылар, осымен біз орыс графикасына негізделген қазақ жазуы деген мақаламен танысып, оның тиімді тиімсіз жақтары арқылы негізгі ойды анықтай алдық. Енді келесі біздің оқу мақсатына сай осы мәтін бойынша баяндау желісін сақтай отырып, аннотация жазамыз.